бүгін біз игра в кальмар ойнаймыз отбасымызбен. Және ұтысқа ақша тігетін боламыз. Яғни мына ақша кім ұтатынын көретін боламыз. Ойынға қатысуға біз отбасымызбен барлығымыз қатысатын боламыз. Ойынымыз 3 турдан болады. Жаңа маска киетін адам кім? Маска киетін адам мен боламын. Ал достар, біздің кино басталды. Кеттік. Ал достар, мұнда ақшаларды қойып қойдым. Ойынға Айкөркем, Димаш, Бақберген папасы қатысады. Бізде Ибрахим жаңағы мынандай қыздың маскасын өлең айтатын қыз не болады? Кукула болады. Ибрахим, Кокола деген өлеңді айтшы. Кукула. Айт. Кукула фәсі білесің. Ана, біз өйстіп айтамыз. Сол кезде папалар қимылдамай қалады. Бірінші турдағы ойынның шарты Ибрахим өлең айтады, Димашпен бастаймыз. Димаш жерге еңкейіп 10 рет айналасын. Айналасында сөйтіп ананы қолмен шертесін. Ибрахим қарап қалған кезде мас болмау керек. Мақылма құлап, теңселіп қалмау керек. Ибрахим, Коколя деп айтып артқа қарап қалған кезде тоқтатуың керек. Димаш бастаймыз. Айнал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ибош өлеңді айт. Қара бол. Молодец, алдыңа қара, ал шерт ал. Димашты аттық. Пухыта қалды Димаш. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Коколамыз артқа қара. Алға қара, Ибош. Тесіз өлгерді. Болды. Ал, Айкөркем бастаймыз. Сана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Коколя қараймыз, Коколя қара. Ой, Айкөркемде мықты болып кетті. Коколя алдымызға қараймыз. Болды. Енді келесі кезек папамыз бастайды. Еңкейіп, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Коколя, тоқта. Папасыдыр. Папаны, Димаш ат. Аны, ой, бірінші турда папасы отылды. Ал, бірінші турға Айкөркем, Димаш, Бақбергенге 10 ұпай, папамызға 0 ұпай бердік. Так, мына ақшалар кімге бұйырады екен көрейік. Келесі тур бізде, екінші тур нысана көздеу деп аталады. Қазір нысананы көздейміз, ұпай санын соған қарап есептейміз, я? Ал, достар, біздің ойынның екінші бөлімі мынақта ойыншылар тұр. Яғни бізде мынандай нысана ату. Мына нысанада 1-ден 10-ға шейін балл берілген. Әр адамға 2 мүмкіншілік беріледі. Яғни әр адамға мынадан 2 штуктан беріледі. Бізде 10 ұпайдан алған 3 адам бар. Бірінші Айкөркемнен бастағысы кеп тұр. Или ұтылған адамнан бастайге? Или Айкөркемнен бастай беріп? Айкөркем давай. 2 минут үшін. Айкөркем атватыр, давай, Айкөркем. Тимеді, екінші мүмкіншілігіңді ала қой. О, Айкөркем! 7 де ма? 7 де. Молодец. Айкөркем 7 пайын жазам. Айкөркем 7. Келесі бізде, келесі кезек Бақбергенде. Бақберген, давай. Нау, дөңгелектен сәл бері тұр, сол жер жететсіндерге. 1, 2. О, 5, тура 5-тің үсті. 5-тің үсті. Келесі, екінші попыткасы бар. Бақбергенге 5 ұпай қоямыз. Келесі дайындаламыз. Бақберген 5 ұпай. Димашқа бер. Келесі Димашқа Айкөркем шетке тұр. Тоқтаймыз. 1, 2, 3.
О, 5. 5-те. 5-те бұлай айналып келіп ма? 5-те есептелінеді. Давай, кетті, келесі. Ибрахим, не қатыр. Давай, кет. 1, 2. О, Kaça? 4. 4-те. To'qqiz. Яғни 9. 9 десе 9. 9 ұпай. Димашта мынақта 5 және 4 ұпайдан сол себепті 9 ұпай есептенді. Келесі соңғысы бізде папасында. Papa. Ал, келесі папамызда 1, 2, 3. Жоқ. Келесі ұпай. О, 9 ұпай папамызға. Достар, үшінші тур. Бізде мынандай түрі онша емес. Біздің жаңағыдай печеньеміз бар. Осыны мынандай зубочисткамен игра в кальмар по-казахски суға батыруға болады. Бір-бірден таңдап алыңыздар. Мен. Ала ғой. Мен де біреуін таңдап алайын. Ең соңында игра в кальмарға Ибрахим қосып кетті. Ибрахим, не істейсің оны? Кәнді қайтып істейді. Оны не істейді? Мына суға батыруға болады. Нені? Зубочистканы. Ал, бастаймыз. Mama, давай сюда 50 бас. Кім ұтылады сол? Атасы. Кәні. Батырамыз. Айгөркем. О. Димаш. О, тесілді. Мама, өтім. О, Ибош молодец. Ибошқа күшті шықты шынымен қараңдаршы. О, молодец. Идеально. Айгөркем. Димаш. Соңғы ойын. 100 мыңды кім ұтады екен? О, мама. Мен мама емеспін ойында. Спортман мама біздің. О, Айгөркем жеңді, күшті қылып шығарды. Молодец, Ойынның Айгөркем. бастығы мама. Опа. Ойын шығарушы. О, бақ берген жеңді. Бірінші Ибрахим, О, папасы Димаш ең соңынан. Енді бетейін. Ибаш ойында жоқ. Бірінші Айгөркем 10 ұпай, бақ берген 9 ұпай, папасы 8 ұпай, Димашқа 7 ұпай. Енді ұпай есептеймен. Ал, достар, шешуші кезең бойынша. Міне, Айгөркем жалпы ұпайда біріншіде 17, 10, 27 ұпай, Димаш 26 ұпай, Бақберген 24 ұпай, папасы 17 ұпай. Ойыншылар ойын өз мәресіне жетті. Бүгінгі жеңімпаз Айгөркем 100 мың ұтты. Молодец, Айгөркем. Керемет. Келесі ойын бұдан да қызық болады деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңдар.